Баршаңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода өте дәмді әрі тез дайындалатын қызылшадан салат дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен картошкамызды тазалап, терканың көмегімен өткізіп, тазалап жуып, сүлгіге немесе салфеткаға жақсылап кептіріп алатын боламыз. Содан соң сұйық майымызды жақсылап қыздырып, кептіріп алған картошкамызды қызарғанша қуырып алатын боламыз. Сіздер немесе дайынын сатып алсаңыздар да болады. Міне барлық картошкамызды қызартып, жақсылап қуырып алдық. Содан соң алдын ала қызылшамызды және де жұмыртқамызды суға жақсылап пісіріп дайындап алатын боламыз. Енді салатымызға кірісетін боламыз. Таза дымқыл ыдысымызға бір орташа көлемдегі сәбізді терканың көмегімен видеодағыдай жақсылап өткізіп алатын боламыз. Сәбіздің үстінен суға піскен қызылшамызды да жақсылап өткізіп алатын боламыз. Содан соң екі орташа көлемдегі қызыл пиязымызды тазалап, ұсақтап, яғни жұқалап, майдалап, турап алатын боламыз. Содан соң суға піскен жұмыртқамызды да майдалап көбейіп кетіп, немесе өз қалауларыңыз бойынша турап алсаңыздар болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің ыдысымызда теркадан өткізілген сәбіз, қызылша және де жұмыртқаны салып, оның үстінен туралған пиязымызды салып аламыз. Дайын горохымызды салып, горохтың үстінен картошка пайымызды салып, бір зубчик чеснокты терканың көмегімен жақсылап өткізіп алатын боламыз. Дәміне қарай тұз салып, өз қалауларыңыз бойынша укроп немесе петрушканы майдалап турап салып алатын боламыз. Ең соңында дәміне қарай көз мөлшерімен майонезімізді салып, барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң тұзы сәл сіңгенше холодильникке 5-10 минутқа салып алсақ, өте дәмді болып шығады. Міне біздің уақытымыз өтті, салатымыз дайын. Көріп тұрғандарыңызда өзімізге қажетті ыдысымызға салып, осылай кішкене картошка пайды алдын ала алып, бетін сәндеп шықсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай біздің өте дәмді әрі тез дайындалатын пайдалы салатымыз дайын. Егер видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецептерін бөлісіп отыратын боламын. Ас болсын!